Сәлем, бірінші Д сынып оқушылары. Біз сендермен ұзақ уақыт бойы әріптерді үйрендік. Алғашқы сөздерімізде бірге оқыдық. Ой балалар, бізге қонаққа әліппе келіп қалыпты ғой. Қане әліппеге барлығымыз амандасайықшы. Балалар, әліппе біздің білімімізді тексеруге келіпті. Олай болса, барлығымыз әліппеге білімімізді көрсетуге дайынбыз ба? Әліппені барлығымыз меңгердік па? Әліппенің қойған сұрағына барлығымыз жауап бере аламыз ба? Оқушылар, сендерді әріптер еліне саяхатқа алып кеткім келеді. Менімен саяхатқа дайынсыңдар ма? Ал солай болса балалар, біз әріптер еліне сендермен бірге саяхатқа шығамыз. Ал дайын болса, кеттік бәріміз. Бірден сынып оқушылары, әріптер әлеміне қош келдіңдер. Енді бір сиқыр жасап көрейік. Өз есімдеріңнің бас әрпінен бір сөз айтыңдар. Сонда әріптер жарқырайды. Мұра. Дәрігер. Сағат. Запрақ. Әріп айттың де жарық жанды, ақыл ойың нұрға толды. Етік. Алма. Мысық. Балық. Асық. Сойчақ. Ешкі. Әріптер сені тыңдайды, ақылың күндей жайнайды. Гаушан. Әтеш. Көпелек. Алмұрт. Рахмет, бірден сынып оқушылары. Сендердің арқаларыңда әріптер елі жарқырап кетті ғой. Рахмет сендерге, балақайлар. Мен сендермен мақтанамын. Мен сендермен енді қоштасамын, балақайлар. Енді сендер ана тілі кітабымен дос боласыңдар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қош келдің, ана тілі. Ана тілі тірегің, білімге бастар жүрегің. Сендермен танысқаныма қуаныштымын. Білімге құштар бірден сынып оқушылары.